Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен бүгін 3-ші сыныптың 123-ші сабағын бастаймыз. 18-ші жаттығу. Мәтінді оқы. Ержүрек қыз. Сержант Мәншүк Маметованың өтінішін бригада газетінде жариялаңдар, деді комиссар. Өтінішінде Мәншүк пулеметші болып зұлым жауды жайратқысы келетінін айтыпты. Өзім өлсем де, отаным аман болса екен деп жазыпты. 1943 жылы біздің атқыштар бригадасы жауды батысқа қарай тықсырып келе жатты. Бір мезгілде жау қарсы шабуылға шықты. Жау шабуылға жақындай берді. Жараланған Мәншүк фашистердің дабырлаған үнін естіп есін жиып алды. Жексұрын жауға өшіккен ол жарасының жанына батқанына қарамай бірден пулеметіне ұмтылды. Оғы бұршақтай жауды. Кекті қыз жау солдаттарын баудай түсірді. Фашистер тымтырақай кейін қашты. Енді біздің жауынгерлер шабуылға шықты. Тамаша ерлігі үшін қазақ халқының қаһарман қызына Кеңес одағының батыры деген құрметті атақ берілді. Мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықта. Мәтіннің тақырыбы ержүрек қыз. Негізгі ойы Мәншүк Маметова отанын қорғаған батыр қыз. Ол жауға қарсы ерлікпен шайқасты. Жоспарға сәйкес мәтінді 4 бөлікке ажыратты. Бірінші. Мәншүктің өтініші. Мәншүк пулеметші болып жауды жеңгісі келетінін айтты. Ол отанын қорғауға дайын болды. Екінші. Жаудың қарсы шабуылы. 1943 жылы жау қарсы шабуылға шықты. Жау әскері жақындай берді. Мәншүктің батыл қадамы. Жараланғанына қарамай Мәншүк пулеметке ұмтылды. Ол жауға оқ жаудырып, көп жауды жеңді. Құрметті атақ. Ерлігі үшін Мәншүкке Кеңес одағының батыры атағы берілді. Жоспар бойынша мәтін мазмұнын жаз. Мәншүк Маметова пулеметші болуды сұрады. Ол отанын қорғауға дайын еді. Соғыс кезінде жау шабуыл жасады. Жараланғанына қарамай Мәншүк жауға қарсы шайқасты. Ол үлкен ерлік көрсетті. Сол үшін оған батыр атағы берілді. Келесі 19-ші жаттығу. Мақалды тиісті тыныс белгілерімен толықтыр. Батыр туса, ел ырысы, жаңбыр жауса, жер ырысы. Ердің туы намыс. Мақалдардағы баяндауыштардың қай сөз табынан жасалғанын айт. Ырысы. Бұл жерде баяндауыш зат есімнен жасалған, намыс зат есімнен жасалған. Сызықшаның неліктен қойылғанын түсіндір. Бастауышта, баяндауышта зат есімнен жасалғандықтан арасына сызықша қойылған. Келесі 20-ші жаттығу. Ф, Ф, Ц, Ч дыбыстары туралы білетініңді еске түсір. Осы дыбыстары бар сөздермен кестені толтыр. Ең алдымен қандай дыбыстар екендігіне тоқталайық. Бұл дыбыстар қазақ тілінде көбіне басқа тілден енген сөздерде кездеседі. Ф ұяң дауыссыз дыбыс. Ф қатаң дауыссыз дыбыс. Ц қатаң дауыссыз дыбыс. Ч қатаң дауыссыз дыбыс. Енді олардан құралған сөз жазайық. Вагон. Велосипед. Футбол. Фабрика. Цирк. Цифр. Чемодан.
чемпион. Келесі шығармашылық үзіліс. 21-ші жаттығу. Ребусты шеш. Бірінші суретте. Бұл жерде 6. 6 деген бізде сөз жазылады. 6. Ал оның соңынан бұл жерде 3 әріп алынып тасталынады. Сонда Л, Т, Ы алынады. Және де мына жерде Ч. Ч болған кезде оның Ч-ның өзі қойылады. Және тырна. Тырнаның бас жағынан 1 әріп, соңынан 3 әріп алынады. Сонда Ы. Енді оларды қосайық. Аш-ны қосқан кезде бізде ребустың жауабы аш болады. Енді ребустың шешуіндегі сөзге қарсы мағыналы сөзді ата. Сол 2 сөзді жаз. Ашыға қарсы тұшы. Ішінде осы 2 сөз қатысатын мақалды айтып көр. Ақ сөз ашы болады. Ғайбат сөз тәтті болады. Тәтті дегеніміз тұшы деген мағынада. Сонымен достар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды көру үшін каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау, саламатта болыңыздар.